Атырау облысы Қызылқоға ауданына қарасты Шангелдин ауылында хабар-ошарсыз кеткен отбасыға қатысты жаңа мәліметтер жарияланды. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Журналист Жұлдыз Қайратова әлеуметтік желідегі парақшасында арнайы видео сұхбат жариялап, марқұм Мақсот Мұханғалиевтің қарындасы Асила Мұханғалиеваның пікірін сұраған. Сұхбат барысында Асила Мұханғалиева туыстары хабар-ошарсыз кеткен Наурыздың ұялы телефоны әлі күнге дейін қосулы тұрғанын айтты. Оның сөзінше, ол Наурызға тікелей хабарлама жібермеген, тек мессенджерлер арқылы оның соңғы рет желіге қашан кіргенін бақылап отырған. Сонымен қатар Асила Мұханғалиева марқұм Мақсот Қарабалиннің қызы жоғалғаны хабарланған Ақбаянға қатысты да өз ойын білдіріп, істің мән-жайы әлі де толық анықталмағанын жеткізді. Қадірлі көрермендер, бұл мәліметтер істің әлі де толық ашылмағанын көрсетеді. Ұялы телефонның қосулы болуы, желіде анда-санда белгі беруі көп сұрақ туындататын жайт. Бірақ мұндай деректерді бірден белгілі бір қорытындыға байлап қою дұрыс емес шығар. Қазір қоғам эмоцияға беріліп, әр ақпаратты түрліше қабылдап жатқандай. Ал тергеу үшін әрбір ұсақ-түйектің өзі маңызды болуы мүмкін. Сондықтан бұл деректерді тек мамандар саралап, нақты фактілермен байланыстыруы қажет. Сонымен қатар туыстардың айтқан сөзінен олардың белгісіздікпен ауыр күйде жүргенін аңғаруға болады. Бұл кез келген отбасы үшін өте қиын жағдай. Ақпараттың аздығы мен белгісіздік адамдарды түрлі ойға жетелейді. Сондықтан мұндай сәтте асығыс айыптау емес, сабыр сақтап, ресми тергеудің нәтижесін күткен жөн. Ең бастысы, жоғалған адамдардың тағдыры анықталып, тірі болса аман табылуы, ал қайғылы жағдай болса, шындықтың толық ашылуы. Қалғанының бәріне уақыт пен заң өз бағасын береді деп ойлаймын.